Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы 47-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы бақылау диктанты. Бүгінгі сабағымызда шығарманы тыңдай отырып, сауатты жазуға үйренеміз. Және өз бетімізше жұмыс жасаймыз. Балалар, алған білімдеріңді қорытындылау мақсатында диктант жазамыз. Диктантымыздың тақырыбын сендерге жасырын түрде ұсынамын. Ол үшін алдымен мына берілген ребусты шешеміз. Жарайсыңдар балалар. Ел мұраты тәуелсіздік тақырыбы екен. Ендеше дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, диктант тақырыбын жазамыз. Ал енді балалар, диктантты алдымен тыңдаймыз. Ел мұраты тәуелсіздік. Тәуелсіздік мемлекеттік тұрғыдан алғанда еліміздің еркіндігі, елдің тізгінін өз қолына алуы, өз билігінде болуы. Қазақстан Республикасы халықаралық деңгейде басқа елдермен терезесі тең түсетін тәуелсіз мемлекет. Қазақстан Республикасының Конституциясында Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл қазақ тілі деп жарияланды. Мемлекетімізде іс қағаздары қазақша жүргізіліп, тіл мәртебесі жылдан жылға көтеріле бастады. Елбасының әкесі баласымен, атасы немересімен, ері әйелімен, әкімдер халықпен, әлеумет бір-бірімен ана тілінде сөйлессін деген ұлағатты сөзін басшылыққа ала отырып, тіл саясаты ойдағыдай орындалып келеді. Ел тәуелсіздігінің болашағы жарқын болсын. Балалар, тыңдаған мәтін ішінде жалқы есімдер және тырнақшаға алынған сөйлемдер кездеседі. Сөйлеуші я жазушы өз сөзінің ішінде басқа біреудің сөзін өзгертпей, сол қалпында қолданса, ондай сөздер мен сөйлемдер тырнақшаға алынады. Бұл тырнақшаға алынған сөздер мен сөйлемдердің өзінікі емес, бөгде біреудікі екендігін, яғни төл сөз екендігін білдіреді. Оларды жазған кезде тырнақша қоюды ұмытпаймыз. Ендеше диктантты жазуға дайындаламыз. Балалар, азат жолды белгілеп, мұқият тыңдап, қатесіз көркем жазамыз. Азат жолдан бастаймыз. Ел мұраты тәуелсіздік. Тәуелсіздік мемлекеттік тұрғыдан алғанда еліміздің еркіндігі, елдің тізгінін өз қолына алуы, өз билігінде болуы. Тәуелсіздік мемлекеттік тұрғыдан алғанда еліміздің еркіндігі, елдің тізгінін өз қолына алуы, өз билігінде болуы. Сөйлем аяқталды. Келесі сөйлем. Қазақстан Республикасы халықаралық деңгейде басқа елдермен терезесі тең түсетін тәуелсіз мемлекет. Қазақстан Республикасы халықаралық деңгейде басқа елдермен
терезесі тең түсетін. Тәуелсіз мемлекет. Ой аяқталды. Келесі сөйлем. Қазақстан Республикасының Конституциясында Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл қазақ тілі деп жарияланды. Ой аяқталды. Келесі сөйлем. Мемлекетімізде іс қағаздары қазақша жүргізіліп, тіл мәртебесі жылдан жылға көтеріле бастады. Мемлекетімізде іс қағаздары қазақша жүргізіліп, тіл мәртебесі жылдан жылға көтеріле бастады. Ой аяқталды. Келесі сөйлем. Елбасының әкесі баласымен, атасы немересімен, ері әйелімен, әкімдер халықпен, әлеумет бір-бірімен ана тілінде сөйлессін деген ұлағатты сөзін басшылыққа ала отырып, тіл саясаты ойдағыдай орындалып келеді. Елбасының әкесі баласымен, атасы немересімен, ері әйелімен, әкімдер халықпен, әлеумет бір-бірімен, ана тілінде сөйлессін деген ұлағатты сөзін басшылыққа ала отырып, тіл саясаты ойдағыдай орындалып келеді. Ой аяқталды. Келесі сөйлем. Ел тәуелсіздігінің болашағы жарқын болсын. Ел тәуелсіздігінің болашағы жарқын болсын. Сөйлем аяқталды. Жарайсыңдар балалар. Енді жазған диктантымызды тексереміз, тыныс белгілерін қоямыз. Ел мұраты тәуелсіздік. Тәуелсіздік мемлекеттік тұрғыдан алғанда еліміздің еркіндігі, елдің тізгінін өз қолына алуы, өз билігінде болуы. Қазақстан Республикасы халықаралық деңгейде басқа елдермен терезесі тең түсетін тәуелсіз мемлекет.
Қазақстан Республикасының Конституциясында Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл қазақ тілі деп жарияланды. Мемлекетімізде іс қағаздары қазақша жүргізіліп, тіл мәртебесі жылдан жылға көтеріле бастады. Елбасының әкесі баласымен, атасы немересімен, ері әйелімен, әкімдер халықпен, әлеумет бір-бірімен ана тілінде сөйлессін деген ұлағатты сөзін басшылыққа ала отырып, тіл саясаты ойдағыдай орындалып келеді. Ел тәуелсіздігінің болашағы жарқын болсын. Жақсы балалар, енді сендерге тапсырма. Бірінші тапсырма мәтінде неше сөйлем бар екенін анықтайсыңдар. Екінші тапсырма тәуелсіздік сөзіне дыбыстық талдау жасайсыңдар. Тапсырма түсінікті болды ғой, балалар? Жақсы. Енді тапсырманы орындап болғаннан кейін жазған диктанттарыңды маған жібере беріңдер.